қайсы бір елде, осы араб елдердің бірінде, Эмиратта болу керек, қазір есімнен шығып тұр. Университетте басқа елден келген қызметкер жұмыс істейді екен. Сөйтіп бір мұғалім үзіліс кезінде шығып, әлгі аппараттан кофе алады да, кофені ішейін тұрған кезде қайтадан қоңыраудың үні естіледі. Ана жердің ректоры деген енді сондай бір қатал, бәрі қорқатын ректор екен. Кішкене кешігіп қалса айлығын қиып тастайды, басқа қылады. Енді бәрін жүрегіне сондай бір үрейді кіргізіп қойған. Сонан ішіп тұра алмайды, ыстық. Сол жерде полды сүртіп жүрген қызметкерге мына кофені сен іш деп қолына ұстатып кетеді. Кейін бірнеше күннен кейін тағы бір үзіліс кезінде шығып тұрған кезде әлгі қызметкер келді дейді. Келіп, кофеңізге рахмет. Маған қазірге дейін ешкім былай бір кофе ұсынған емес, құрметіңіз көрсеткен құрметіңізге рахмет деп өзінің бағанағы ризашылығын білдірді дейді. Енді мен өзім іше алмай қалдым, қоңырау болып қалғаннан кейін саған бере салдым демейді ғой енді. Ары қарай әңгімеміз жалғасты дейді. Сөйтіп таныстық. Анау кісі айтты дейді, негізі мен бағанағы магистрмін деп айтты, яғни магистратура оқығанмын дейді. Сөйтіп басқа елге келіп, бағана еден жуушы болып жүр. Әңгімеміз жарасып кетті дейді. Кейін үйге шақырдым. Сөйтіп бір-екі отырыстан кейін дін тақырыбы қозғалды, дінді түсіндірдім де, сонымен ол исламды қабылдады дейді. Сонда қараңыз, бір стакан кофенің себебі. Бір стакан кофенің өзі сондай бір хидаятқа себеп болып жатыр. Яғни иншалла бізде осылай діннің уайымында, қайғысында болатын болсақ, онда бұл да иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынайы үмбеті болуымызға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды иншалла түсімізде көруімізге себеп болады. Яғни 4 нәрсе жалпы. Біріншісі пайғамбарымызға көп салауат айту, екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көру, үшіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне берік болу, төртіншісі осы діннің уайымында, діннің қайғысында болу. Иншалла осы дінді жеткізсек, ақиқатқа жеткізсек деген жүрегімізде уайым болатын болса, және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сирасын оқитын болсақ, шамаилді оқитын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бағанағы сипаты жазылған, және сондай хасаис дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ерекшеліктері жазылған кітаптар бар. Осы кітаптарды көптеп оқитын болсақ, Алла тағала иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруге нәсіп етеді. Иншалла бұл дүниеде көруді баршамызға жазсын, пайғамбарымызға деген махаббатты Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Иншалла ертең жұмақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен Фирдаус жәннатында бірге болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла субхана тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға.